Ал қадірменді қойлаға мына әңгімеміздің әлқисасын осы 2002 жылы Бөкетовтей Асқар әкеміз хақында, оның публицистикасы хақында кандидаттық диссертация қорғаған екенсіз, осы турасында өрбітсек. Жақсы, Ерқанат бауырым. Биыл енді Алла қаласа Евгений Арыстанұлы Бөкетовтың жылы ғой. Бүкіл рухани үлкен шаралар қолға алынып жатыр, жоспарланып отыр. Енді Бөкетов есімі аузымыз құрылса бір туар деген сөз қоса оралады. Bir туар Бөкетов. Қазақта бір туар деп тегінге айтылмайды ғой. Ғасырда бір туатын осындай ұлы тұлғалар болады. Енді мен 1998 жылы осы Орталық Қазақстан газетінен ауысып, Қарағанды, Бөкетов атында Қарағанды мемлекеттік университетінің журналистика кафедрасына аға оқытушы болып бардым. Жоғарғы оқу орнына барған кезде ол жерден қорғау керек екен. Шай жүре беруге болмайды. Кандидатский дейді, докторский дегендер бар. Сондай ғылыми ізденіс керек екен. Соған байланысты осы ғылыми кандидаттық диссертация, кандидаттық жұмыс қорғамақшы болдым. Соны ақылдаса келгенде Казгуде ол кезде жаңағы Бауыржан Жақып журналистиканың деканы. Сонымен ақылдасып отыр едім, как-то председатель болып келген ол кісі төрағасы. Сол айтты, мынау Евгений Арыстанұлы Бөкетовтен неге қорғамайсыңдар? Ол кісінің артында керемет жаңағы көл көсір шығармашылық мұрасы қалды. Ол кісі енді кен металлургия саласы, химия саласының білгірі ғой. Керемет жаңалықтар ашқан, ол енді жаратылыстану ғылым өз алдына олар зерттеліп нетіп жатыр. Ал енді мынау Бөкетов қаламгер ғой, қаламгер публицист. Ол кісі сыр жазушылар одағының мүшесі болған. Сыр жазушылар одағының мүшесі сол кезде. Кәдімгі үлкен публицист. Сондықтан да отандық ұлттық публицистиканың осындай ірі қайраткерлерін сол кезде ғылыми айналымға түсіріп жатқанбыз. Мен осыны жаңағы Евгений Арыстанұлы Бөкетовтың публицистикасы деген тақырыпта сол кандидаттық диссертация қорғадым. 2000 жылдардан бастап қолға алдым. Енді маған кандидатский жұмыс сондай бір қатты күрделі туғыза қойған жоқ, өйткені Бөкетовтың бүкіл шығармашылық мұрасын Қарағандыдан табуға болатын болды. Ол кісі қайтыс болғанда артындағы бауыры Қамзабай Арыстанұлы бертінге шейін осы Бөкетов музейін басқарып отырды ғой. Сол кісі үйіндегі барлық қағаздарын, жазысқан хаттар, қолжазбалары, солардың барлығы 12-15 папка кәдімгі мынандай Қарағанды облысы мұрағатында әлі сақтаулы. Соны барып алып кәдімгідей сонымен барлық жұмыс жасап, ол кісі енді шығармаларда шықты, алты хаты, жасқаныш, Шоқанның қасиеттісі деген сияқты кітаптары да шықты. Ол кісі туралы жазған материалдар да мол болды. Сондықтан тек қана саралап, Евгений Арыстанұлы Бөкетовтың нағыз ұлттық көсем сөздің кәдімгідей көш басында тұрған кемеңгер ретінде дәлелдеп, ғылыми тұрғыдан мақалаларын талдап, саралап, оның өміршеңдік мұраттары, өлмейтіндігі, кешегі совет заманында болса да кәдімгі осы міне тәуелсіздіктің 3-4 онжылдығына кеттік қой. Соның өзінде Бөкетовтің жазғандары тура Абай ғибраты қалай? Бөкетовтың да ғибраты тура соның сабақтасы деп айтуға болады. Тамаша шендестірдіңіз қойлаға. Енді жаңа өзіңіз тіліңізге тиек етіп өттіңіз. Біртуар Бөкетовтың ғасырлық тойы келіп жатыр, есіп қалып тұр деп айтып жатырсыз. Осы турасында енді көптеген дүниелер айта беруге болады. Өзіңіз де қазір мысалға көрнекті ғалым деңгейіндесіз. Осы турасында енді елді ел қылатын 2% деп жатады оның. Біреу билеушісі болса, екіншісі осы ағартушылары деп. Енді қазіргі уақытпен шендестіріп отырсақ, мысалға Бөкетов уағында кәдімгідей даналық үйі саналатын, өзі бүкіл республика бойынша екі жаңағы білім нысанының бірі осы Бөкетов болды, университеті болды. Осы тұрғыдан келген кезде қазіргі Бөкетовтеріміз біздің қандай деңгейде, қандай межеде салыстыра аламыз ба қойлаға? Әрине салыстыра аламыз.
жалпы ол кезде жаңағы өзің айтып отырғандай Қазақстанда 2 университет болды ғой, казгу сосын каргу. Негізін қалап кеткен Емін Арслан Бөкетов қой. Енді шендестіре қазір қарағанда Бөкетовтердің тағылымы, олар ол кісінің айтып кеткен ғибраты, ол кісінің жазған шығармалары, енді біз публицистің көсем сөздері оқыған адам ғана түйсінеді деп ойлаймын. Ол кезде совет заманы ғой. Совет ол кісі өзі 1925 жылы дүниеге келіп, 1983 жылы қайтыс болды. 58 жыл ғұмырының барлығы совет одағы деген системада өтті. Ол кісі 20 ғасырдың 25 жылы мен 83 аралығы нағыз совет одағының әлгі қызыл империяның қылышынан қан тамып тұрған кезі. Енді қазір мынандай үрдіс бар ғой, совет одағында, совет заманында жазылған дүниелерді мансұқтап, ол әлгі коммунистік идеямен жазылды, социалистік реализм деген әңгімелер болады ғой. Мен тағы да айтар едім, Бөкетовті олай сол заманда өмір сүрді деп емес, қазір оқысаңыздар, бұндағы толып тұрған жаңағы ғибрат, мынау қазіргі уақытқа өте келетін, мысалы жаңағы жастар туралы, оқу білім ағарту саласы туралы айтқандары, актерлар туралы, сахна шеберлері туралы айтқандары, экология туралы айтқандары, өнеркәсіп өндіріс саласына жазған мақалалардың барлығының құндылығы, көкейкестілігі қазір өз құнын жойған жоқ. Мен енді мынау университетте журналистика бөлімінде ұстазбын ғой. Сол жерде Евгений Бөкетов публицистикасы деген сабақ дәріс кәдімгідей өтеді. Ол жалпы Евгений Бөкетов публицистикасы, оның мұрасы жалпы университеттің кез келген мамандықтарында оқытылу керек. Педагогикада оқытылу керек, жаңағы тіпті заңгерлерді оқу керек, тарихшыларды оқу керек, жалғыз журналистер емес. Мінекей, бұл кісінің айтып кеткен ғибратты әңгімелер керемет. Ең бірінші Бөкетов ешқашанда өзінің білмейтін нәрсесін жазбаған, біліп жазған. Ол мен жаңа сөзім барысында айтып кеттім ғой, ол кісі актерлық, сахна шеберлері туралы жазады. Мен таңғалдым. Осы неге жазды? Бұл кісі сонда құмар ба? Сөйтсем, ол кісі өзі мектепте оқып жүрген кезде жаңағы әдеби кружокта жаңағы сахналап шығарады екен, өзі актер болып ойнайды екен. Ол енді кейін Алматыға барып Тау-Кен институтында жүргенде бір күні жаңағы кім Әбділда Тәжібаев Шахмардан естеліппен Бөкетовті Алатаудағы Мұхтар Әуезовтің саяжайына алып барады. Жүріңдер, ол жас кездері болды сіздер. Алып барады. Сосын Мұқа, мен сізге қазақтың керемет екі жігітін алып бердім, таланты. Қазір көрсетіңдерші талантыңды дейді. Біреуі еңлік, біреуі абыз болып, Шахмардан естеліппен жаңағы Евгений Бөкетов екі ойнайды ғой жаңағы. Сөздер бәрін жаттап алған ғой. Сонда көзіне жас алып дейді Мұхтар Әуезов, кен күліп, екеуінде бауырына қысқан екен. Міне нағыз кебек, міне нағыз абыз деп жаңа көрдіңіз бе? Сонда ол кісінің бойында актерлік өзі қасиет болған. Сондықтан да оған ол актер туралы жазудың, сахна шеберлері туралы жазудың жолы дұрыс. Өйткені табиғат өзінің табиғатында бар. Ал аудармашылығы, аударма туралы да көп дүниелер жазған. Көркем аударма қалғалай деген, осы қазір көп. Соның ішінде жаңағы айтып кеткен енді өзі Бөкетовтың шығармашылығындағы бір керемет қаламгер этикасы деген болады ғой. Ең бір кәдімгідей этиканы, мәдениетті, әдепті. Мен тура талай шығармаларды оқыдым, талай жазушылардың әлі бәрі ғой, мемуарлық шығарма жазады кейіннен. Бірақ осы Бөкетовтың этикасындай, ол кісінің әдебіндей, ол кісінің мәдениетіндей адамды мен әлеуде шалып кездестірген жоқ шығармын. Мысалы, сонда мысалы көркем аударма қалғалай дегенде дейді, поэзияны аударған адам ол ақынның бәсекелесі болу керек дейді. Прозаны аударған адам ол автордың құлы болу керек дейді. Сол осы еңбектегі және өзі әр нәрседе ешқашанда мен деген сөз жоқ Бөкетовте. Мен деп айтпайды Бөкетов. Анау ұлылардан, Абайдан, немесе әлемнің әйгілі кәдімгідей Гетадан болсын, Шекспирден болсын, тағы да Бальзактан болсын, неше түрлі керемет көп оқыған адам ғой. Өзіміздің ұлттық тарихи тұлғалардан цитата келтіріп отырады. Солардың сөзін сіз қалай ойлайсыз деп отырады да. Мысалы, енді студенттерге есік ашар, алтын босаған аттағандарға есік ашар, лекция дегендерін оқысаңыздар, Құдай тұнып тұрған жаңағы ғибрат қой. Кешегі Абайдың әрбір сөзін біз
өлеңнен алып қазір мысал келтіреміз ғой. Мына осылай деді абай деп. Тура Букетов де сондай. Мына Букетовтың айтқан ешкім мысалы ден қойып оқымайды. Егер Букетов оқытылса, бұл Букетовтың ғибраты мынау қазіргі жастар тәрбиелеуде, қазіргі отансүйгіштікте ол көл көсір дүние, таусылмайтын көл көсір және проблемалық қуатын жоғалтпаған сөздерінің барлығы кәдімгідей. Енді жаңағы жастарға арналған Қараша үйден Қарағанды университетіне дейін мақалаларын оқысаңыздар, сырлас көмектес деген мақалаларын, ағадан ақыл, ініден ілтипат деген сияқты дүниелерін оқысаңыздар, тұнып тұрған кәдімгідей қазіргі жастарға керек ғибраттар, үлгі өнеге, оны оқу керек. Тамаша, Қойлаға өте тамаша айттыңыз. Енді мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев өз жыл сайынғы жолдауларында осы мерей жасты барынша мазмұнды қылдыруға ниеттену керектігін үнемі баса белгілеп айтып отырады ғой. Енді бүгінгі Букетов университеті әлемдік рейтингте өзінің орны бар киелі оқу ошағы деп есептейміз. Бүгін сіздер ғалымдар қоғамның шамшырағы деп, ата-ана өзінің баласын сүйеді, ұстаз өзгенің баласын сүйеді деп, өзгенің баласын сүйіп жатқан шақтарыңыздасыздар. Осы тұрғысынан келген кезде, осы біртуар Букетовтың ғасырлық тойында Букетов университеті қандай бір, қалай айтсақ екен, өнегелі әрекет қылады екен деп қарайтындардың саны аз емес шығар. Осы тұрғысында ең әуелі осындай игі мүмкіндік жаратып қойған Гоголь атындағы кітапхана басшылығына риясыз рахметімізді жеткіземіз, және осы жерге келіп, алтын уақытыңызды қиып келіп отырған өзіңізге терең разышылық білдіреміз. Енді сұрағымызды жалғастырып өтсек, осы университет өкілі ретінде университет қандай қадамдар жасайды осы жылы? Жалпы Букетов негізі ертерек кетті ғой өмірден. Бірақ мен ойлаймын, арманы жоқ. Негізі ғалым сол арманы жоқ тұлға ғой. Өйткені артында Қамзабай, туған інісі Қамзабай Арыстанұлы қалдықтағы бүкіл жағдайлар жасады. Мынау Букетов атындағы мұражай әлі құдайға шүкір көл көсір дүние жағыр ішінде неше түрлі архивтер тұр. Өзі жалпы Букетовті анау мерейтойлық емес, жаңа өзің айтып отырғандай 70, 80, 90, 100 деген сияқты емес. Ивни Арсенал Букетов атындағы университетте Букетов күндері деген жылда өтеді. Сәуір айында жылда Букетов күндері деген өтеді. Ол жерде жаңағы шығармашылық тұрғыдан байқау болады. Енді мына жағында химия, жаңағы физика саласы, мынау жаратылыстану факультеттері ғой, олар да өздерінің жаңағы іс-шараларын жүргізіп жатады. Енді бұл әрине тек қана 100 ғасырлық той ғой. Бұл кәдімгідей ат шаптырып, шапан кигізетін емес. Бұл кәдімгі Букетовтың тағылымын, үлгісін, өнегесін жастардың бойына сіңіру, оның ғылыми тұрғыдан, ғылыми танымдық тұрғыдан ол кісінің жаңағы тұлғалық қасиеттерін әлі де болса жарқыратып, әлі де болса насихаттау сияқты жұмыстар. Негізі университеттің де алға қойып отырған мақсаттары осындай игі шаралар қатарында өтпекші. Рухани, танымдық тұрғыдан, ғылыми тұрғыдан конференция болады халықаралық дәрежеде. Ал әрбір факультеттерде осы Букетовтың жаңа күндері, мысалы кез келген, мысалы қазақ тілі әдебиеті болатын болса, ол әдеби шығармашылығы, журналистикада ұлттық көсемсөз жаңағы Букетовтың осы тұрғысында көп шаралар атқарылып жатыр. Жалғыз енді біздің университетте емес, бұл енді облыс бойынша, республика бойынша осындай игілікті шаралар атқарылады деп күтілуде. Тамаша. Басталып да кетті. Қойлаға, енді біз Букетов деген кезде көл көсір қазына қалдырған ағартушы ретінде, әр тарапты талант ретінде көбінесе айтып жатамыз. Өзіңіз де жаңа айтып өттіңіз, Букетовтың күндері өтеді. Жалпы Букетовтың насихаты жылма-жыл күнбе-күн өтіп жатады десек те болады. Иә, ол Букетовты мынау тем более кешіріңіз, тем более деп жатырмын. Анау университеттің аты енді Ивни Арсенал Букетов атындағы университетпіз ғой біз. Букетовты біздің университет ол жылда ол жалғыз мерейтойда ғана емес, жылда насихатталып, ол кісінің жастарға тағылым тәрбие ретінде, үлгі өнеге ретінде насихатталу жылда үзбей өткізіліп келе жатыр.
Енді Қойлаға сіз бірден бір осы өңіріміздегі, республикамыздағы бірден бір Бөкетов танушы деп атасақ қателеспейтін шығармыз. Өзіңіз Қазақстан Жазушылар Одағының мүшесісіз. Осы тұрғыдан келген кезде өзіңізді бір ескерткіш ретінде қалдыратын бір жазба болсын, бір шығармашылық ескерткіш қалдыру ойыңызда бар ма? Әрине, жаңағы мен айтып отырмын ғой, кандидаттық диссертация, кейін ол оқу құралы қылып шығардым оны. Евгений Бөкетов публицистиканы оқу құралы қылып шығардым. Бөкетов туралы біраз мақалалар жазып келе жатырмын, эсселер жазып келе жатырмын, мысалы, жылда. Осы жолда Егемен Қазақстаннан мысалы тапсырыс түсті, өздеріңізден де тапсырыс түсті, орталық Қазақстаннан да сондай. Ал енді Бөкетов өлеңді арнадым, ол кісіге енді қазір өзімде жоқ. Бөкетов енді менің өмірімнің бір бөлшегі. Жаңа айтып отырғандай, ғылым жолындағы менің алғашқы белесім. Белес болғанда да Бөкетовтен бастағаным өте дұрыс болды ғой деп ойлаймын. Евгений Арслан Бөкетовтен бастағанда қазақпыз ғой. Ең бірінші Қамзекеңді ертіп алдымдағы мынау Михайловкідегі Бөкетовтің зиратына барып құран бағыштадым бірінші. Ол кезде анау қазір қалың орыс қазақ араласып кеткен зират қой. Сол кезге барып құран оқып бастадық. Бөкетовті үнемі еске алып, Бөкетовтің жаңағы есімін ілтипатпен айтып отырамын. Өйткені Құдайға шүкір, мынау жаңа айтып отырмыз, Бөкетовтің талай ғылым докторлары, ғылым кандидаттарын дайындады, үлкен ұстаз ғой, ағартушы ұстаз. Сосын мынау өзінің химия, кен металлургия саласында оның жаңалықтарын біраз жазылды, зерттелді. Ал жаңа сөзінде айтып отырған Бөкетовтің әдеби шығармашылық артында қалған публицистика, көсем сөзі, әдеби шығармалар тұрғысында ең бірінші кандидаттық жұмысты, ғылыми жұмысты мен бастадым. Менен кейін әрине тағы да педагогика саласында, аударма саласында қорғалды деп естіп жатам. Одан кейін ал енді ең бірінші осы артында қалған әдеби, көркем публицистикалық шығармаларын ғылыми айналымға енгізгендердің бірімін деп өзім соны мақтанышпен айтамын. Зор рахмет Қойлаға. Келелі әңгімеңізді тұздықтап, сауалмен тұздықтап отырайық. Қазір газет пен гаджет ауысқан заман болып жатыр ғой. Бәріміз көгілдір экранға телмірген заман, әлеуметтік желінің бәсі жоғарыңқырап қалған заман. Осы тұрғыдан келген кезде аудиовизуалды дүниелердің де бір маңызы бар шығар деп ой тұжырып қоямыз кейде. Осы Бөкетов феномені турасында, өзінің публицистикасы турасында, өзінің жалпы азаматтық болмысы турасында кино ма, деректі фильм бе түсіру ойда болды ма екен? Осындай ұсыныстар айтылды ма? Айтылды, түсірілді. Біздің университет өте жақсы Бөкетов туралы деректі фильм шығарды. 85 жылдығында ғой деймін. Одан кейін ең Бөкетов туралы көп жазылды. Ана Біртуар деп отырған кітап бар, оның ішінде жаңағы қазақтың ұлыларының, көзсіз классиктердің бәрі жазды. Ең керемет анау 100 жылдан шығарды ғой Мәскеуден, Москвадан. Медеу Сәрсекенің әруағы риза болсын, ол кісінің жатқан жер жайлы болсын. 100 жылдан Бөкетовті шығарып, күрескер, керемет, оттан да судан да қайтпайтын адам ғой Медеу Сәрсеке. Сол жаңағы Евгений Бөкетовтің өмірін 100 жылдан шығарды. Үлкен жеңістің бірі сол. Ол Бөкетов туралы көптеген кітаптар жазып жатыр. Енді мынау қарындасы ғой енді, Нұрсұлу Бөкетова, ағасының қызы. Ол кісі де тынбай еңбек етіп жатыр. Бөкетов тануда, мысалы, ғылыми проекттер жеңіп алып жатыр. Жаңағы өзің айтып отырғандай жаңағы визуалды жаңағы бейне фильмдерді шығарылып жатыр. Жаңа сөзімнің басында айттым ғой, Бөкетов жалпы негізі арманы жоқ, ай мына тұсы кемшін болып жатыр дейтін де емес. Құдайға шүкір жақсы, өзі енді рухы мықты әруақты адам ғой. Ол жағынан Бөкетовтың насихаты кемшін болып келді осы уақытқа шейін деп айта алмаймын мен. Жақсы насихатталды, жақсы сақталды, сол дәстүр әлі жалғасып келе жатыр. Енді осы заманға оралсақ, Қойлаға жалпы кез келген уақытта біз Құдайдан ең бірінші ғалым қорқады, ғалымнан залым қорқады деп жатамыз. Ғалымдардың қазіргі қоғамдағы орны деген мәселе қылаңытады да осы жерде. Біздің кейінгі кездегі ағартушыларымыз, осы елдің жанын ағартатын, елдің жүрегін гүлдететін біздің ағартушыларымыз азайып кетпеді ме екен? Біздің ғалымдарымыз көптеген мәселелерге селқос
қарап отырған жоқ па деген сынды тосынсыз сауалдар қылаң атады. Өйткені біз өзіңіз жаңа тіліңізге тиек еттіңіз, сонау алаш көсемдерінен бері осы Бөкетовке дейінгі аралықта тұтас бір галереяны көреміз да. Небір қазақтың мен деген маңдайалды азаматтарының барлығы кәдімгідей көз алдымызға көрмедегі кәдімгідей көрме сияқты болып елестейді. Енді сөйтіп келеді де тәуелсіздік алдық, қайраткерлеріміз барлығы өзінің орнында, бірақ осы ғалымдарымыз бүгінде не істеп жатыр деген сұраққа келсек. Өте дұрыс сұрақ. Ахмет Байтұрсыновты, Әлихан Бөкейхановты тудырған қазақ, Міржақып Дулатовтар тудырған қазақ, 20 ғасырдың басында дүниеге келген алаш зиялылары. Одан кейін мынау 21 ғасырдың басында неге сондай бір алыптар шықпайды деген сияқты сұрақ қойылды. Ол енді әр нәрсе заманына қарай ғой. Заманына, қоғамына қарай, қазір барлық нәрсеге қол жетім заман болды ғой. Және өзі құндылықтар да қазір құндылықтарымызда құн қалмай бара жатқан сияқты. Әлеуметтік желі дейді, ғаламтор дейді, оның жақсы жақтары да бар, негативті тұстары да жетеді. Енді ғалымдар жоқ емес, қазір ғалымдар жоқ деп ауыз шөппен сүртуге болмайды. Ғалымдар да бар, қайраткерлер де бар, кереғар пікірлер де көп. Енді әлеуметтік желінің платформасы жақсы болды ғой. Бір осындай бір керемет тұлғамызды осыған бір риза болып осыны естіп жасақ, екінші біреу шығады дағы, оны күн жоққа шығар, өзі адамды екідай ойда қалдырады. О, неше түрлі дерек дәйек аргументтерін айтып. Сондай заман болып тұр ғой. Бірақ ұлт үшін, қоғам үшін, қазақ ел үшін тер төгіп жұмыс жасап жатқандарды жоққа шығаруға болмайды. Жаңағы Бөкетовке шейінгі алыптар дедік, одан кейін де негізі жалпы өзіңде ақынсың ғой, өзіңде әдебиетшісің. Жалпы совет заманында біздің ең бір ұлыларымыз дүниеге келген ғой, мысалы проза саласында болсын, поэзияда болсын, Тұманбай Қадірлер, мысалы кешегі оның алдында Мұқағали, Қасымдар, солай жалғасып келе жатыр ғой. Енді соның бәрін өткенмен бәрі өтіп кетті, енді біз сондай бола аламыз ба деген сұрақ қылаң береді ғой әркімде. Болмасаң да ұқсап бақ дейді. Құдайға шүкір, ол ұлыларымыздың жолын жалғастырушы жастар өздеріңсіңдер. Сондықтан жалпы күдер үзіп, қазір сондаймыз, қазір мұндаймыз деудің қажеті жоқ. Айналаға шықты қарасаң, талантты жастар өсіп келе жатыр. Тамаша, ойлаға. Енді мынау ептеп уақытымыздың да шеңберіне жақындағанымыз сыңайлымыз. Дегенмен, қазір бізге әріптесіміз белгі береді, оған дейін өзіңіз жиған терген мол азаматсыз, бізге ағасыз, ұстассыз. Енді шыны керек, біз өзіңіздей елдің ішінде жүрген кезде өзіңіздей санаулы азаматтардан сөз дәметіп жүреміз. Осы біздерге қандай сөз айтар екен деп елеңдеп жүреміз. Қазір енді осындай бір әдемі подкасттың эфирін пайдалана отырып, өзім шәкіртім деп есептеген азаматтарға қандай бір нақыл айтады екенсіз деп өзіңізден сөз дәметіп отырған жағдайыңыз бар? Әрине, бұрыннан ата-бабалардан айтып келе жатқан, ұлы тұлғаларымыздан айтып келе жатқан адалдық, ақиқат қой. Адалдық не айтсаң да ақиқатын айтып, шындықты айт дейді. Бұл сан ғасырлар бойы айтып келе жатқан дүние. Сондықтан мен жастарға айтарым, жаңағы не болса да қандай іске болсын байыппен қарап, сабырмен қарап, ақиқатын анықтап, содан кейін барып пікір айтса, ең дүниенің негізі, мен қазіргі жастарға, бұл кітапта ғой. Бүкіл Әбіш Кекілбаевтың сөзі бар ғой, адамды адам еткен кітап, адамзатты адамзат еткен кітапхана деген. Сонда кітап оқу керек негізі. Кітапта мол қазына, әлгі біз тауысып тұрып айтамыз. Кітап оқымаған, ештеңені оқымай өскен, әдет, ғұрып, салтты білмей өскен, қазақтың рухани құндылығын білмей өскен адамға құр айта берсең, ол құрғақ ақыл. Ал енді оқыған, жаңағы ізденген, ертегімен өскен, аңыз әфсананы бойына сіңіріп өскен, қазақтың поэзиясын, қазақтың прозасын біліп, қазақтың тарихын біліп өскен адамға ол бағыт-бағдармен бір айтқан сөзі олар түйсініп, түйіп алады жүрегіне. Ал енді жаңағындай рухани бойында жаңағындай қуаты аздау жастарға қанша айтсаң да қиындау болады. Сондықтан сабыр керек, адалдық керек. Не болса да ақиқат жағында болу керек.
Қойлаға енді мынау сізді біз бала шағымызда айтыс алапанынан көрдік. Осы айтыстың алтын дәуірінде сіз кәдімгідей атой салған, арқадан ақтан кері ақын болып өзі санаулы ақын шықты. Оның ішінде осы қазақтың сары тентегі, одан кейін өзіңіз, одан кейін Аманжол Әлтай сынды ағаларымыз, тіпті суреттеріңіз де бар. Енді одан кейін түрен салып, тыңнан түрен салып, мына жазушылыққа қарай бет бұрдыңыз. Ақын ретінде өзіңізді білеміз. Небір дестелі сөз үлгілерінің авторысыз. Енді осындай бір әдемі эфирге келген кезде өзіңізден қалай өлең сұрамасқа деген ой туады осы жерде. Оны ертерек айту керек еді. Мен көбінесе жазғандарымды жаттай алмаймын да, сол есімде қалмайды. Кішкене жағымын сондай бір нем бар. Оқасы. Алып келеді бәйелер кітабында бар өлеңдер. Қазір ұялы телефоныңызда жоқ па екен? Ұялы телефоннан таба алмаймын. Біз әйтеуір ақыры келгеннен кейін Қойлыбай ағамыз эфирге күнде келе бермейді. Өзіңізден қайтсек те бір өлең тыңдап көңілімізді марқатайық деген ой ғой. Біздің елде 300 жылдық еменнен табиғаттың түрін көрдім көнерген. Қоңырқазда қартайыпты әнекей, әрең ұшып бара жатыр төбемнен. Дүнияның дидарынан нұртайып, түбі тесік жағалауда тұрғайып. Адамзаттың ақыр күнін кім білсін, көктен хабар жеткізгенше бір ғайып. Қобыз кеудем, қаңсып босқа ескірмей, адам шіркін қателігін кеш білмей, өтсе өмір арман барма дәриғай, жоқтау жыры беймезгілде естілмей. Бізді ұмытып кеткен сол ғайып нұр, қыздан қылық сеттен жігіт тайып тұр, араптырап, намысын алып әнекей, надандарға төлеп жатыр айып бұл. Анасына тіл тигізді жас бала, кәрі қарға бет шымшыды масқара, көз алдымда көлбең деді 300 жыл, өзгермеген қырдаған ау тасқана. Әлі мұның көп екен ғой көрері, кәременнің құрттар еді қорегі, қарға байғыз қалып кетті о тоба, күн батыстан таң рауандап келеді. Жаңа айтып отырған ақыр заман келіп қалды дейді. Ақыр заман келгенде күн батыстан шығады дейді ғой. Ол ақыр заманның белгілері ғой жаңағы. Сол тұрады бір ойланып жатқандай ғой. Тамаша, қаламыңыз қаңтарылмасын аға. Енді сөз соңында осы көрерменіңізге деген игі тілегіңіз болса мархабат. Жақсы Ерқанат бауырым. Бұл енді біртуар Бөкетов үшін мен ойға да қырға да барам. Көп жер шақырады ғой. Басқаша мәселелермен айтыс жөнінде немесе басқа хабарлар жөнінде шақырады. Бөкетов шақырған жерге, Бөкетовке қатысты шараларға мен барам. Сол кісінің әруағының алдында мен парызымды өтеуім керек. Сол кісінің ең бірінші ғылыми жұмысымды сол кісіден бастадым, мысалы, сол кісінің шығармашылығынан. Сондықтан жастарға айтарымыз, енді бұл Бөкетовті оқысын, Бөкетовтің шығармашылығын оқысын. Көп дүние бар Бөкетовте. Тәрбие, тағылым жөні, адамгершілік, ізгілік, мейірім, соның барлығы да тұнып тұрда шығармаларында. Жалпы қолына қағаз ұстаған, қалам ұстаған адам ақ қағаздың алдында өзінің арының таза екенін көрсеткен осы Бөкетов. Академик Бөкетов кезінде аға лаборантқа шейін төмендеп түсіп қалды ғой. Лаборант болды ғой, жұмыстан шығарып жүрді ғой. Бөкетов құлындалды ғой Бөкетов. Сонда Бөкетов ешкімге әйгі апаратаным, анау сондай ет деген бір ауыз сөзді шығармаларында таба алмайсыз. Қазір біреуді сынап жазып көр, ертеңінде ит көрген ешкі көздеріп, жер-жерге масқара қылсын. Ал Бөкетовтің парасаты, Бөкетовтің жаңағы адамгершілігінің биіктігі, жаңағы ешқайсына Абайды ғана оқиды, Абаймен ғана жұбанады. Сондықтан да Бөкетов парасаты әрбір жастың бойында болсын деп тілеймін. Қандай ғажап сөздер. Қадірменді Қойлаға өзіңізбен бір 20 минуттай әңгімеге желі тартып, кәдімгідей жанымыз ағарып, көңіл көкжиегі кеңіп сала бергені. Өзіңізге енді жаратқан иеміз деніңізге саулық, отбасыңызға амандық берсін. Біздің осы кез келген шарада өздеріңіздей ағаларымыз бас болып, төрді бермей,
төрімізді толтырып жүре берсін деген Әмин, иә. тілейміз. Енді қадірменді көрермен, біз енді осымен Біртуар Бөкетовтың ғасырлық тойына арналған подкастымызды тәмамдамақ ниетіміз бар. Аллайым тек қана амандық жамандықты жеңеді дейді ғой, аманшылықта жолығайық.